Сәлем құрметті жан, каналға қош келдің. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Ник Вуйчич, өмірде шектеу жоқ. Қазақ тіліне аударған мазмұндама қоғамдық қоры. Оқыған Перизат Султан. Үміт қозғаушы күш. Ол сізді бағынбастай көрінген кедергі атаулыдан құтқарады. Еңбектенуден шаршамаңыз, берілмеңіз. Сонда қозғау салар күш пайда болады. Үміт сіз ойламаған мүмкіндіктерді тудырады. Адамдар көмек беруге ұмтылады. Есіктер айқара ашылады. Жолыңыз ашық болады. Әрекеттің реакция тудыратынын ұмытпаңыз. Арманыңызға қолыңызды бір сілтегіңіз келгенде, тағы бір күн, тағы бір апта, тағы бір ай, тағы бір жыл тынбай жұмыс істеуге өзіңізді мәжбүрлеңіз. Берілмесеңіз, кейін нәтижесін көріп таң қаласыз. Бастауыш мектепке баратын уақыт келгенде, ата-анам дені сау, аяқ-қолы бүтін қарапайым балалармен бірге оқығанымды қалады. Олардың табандылығының арқасында мен Австралиядағы кәдімгі мектепте оқыған тұңғыш мүгедек бала болдым. Өте жақсы оқығанымның дәлелі жергілікті газетте мынадай тақырыппен мақала жарық көрді. Қоғамнан оқшауланбаған мүгедек бала жетістікке жетті. Мақаланы безендіруге қарындасым Мишельдің мүгедектерге арналған арбамды итеріп бара жатқан суретін қойған екен. Мақала өте үлкен қызығушылық тудырды. Тіпті мектебімізге шенеуніктер келді. Елдің түкпір-түкпірінен ашық хаттар, сыйлықтар, шақырулар ала бастадым. Сол мақаладан кейін шотымызға біршама қаражат түсіп, ата-анам маған арнап протез жасатты. Протез сатып алуда ата-анам 6 айлығымда ақ ойластыра бастаған екен. Протез қолым ебедейсіз еді. Қол мен білек механикалық басқыш пен трос арқылы жұмыс істейтін. Бұл құрылғы өз салмағымнан 2 есе ауыр болатын. Онымен жай ғана тепе-теңдікті сақтаудың өзі ауыр болды. Бірақ уақыт өте келе, оған аса құштар болмасам да басқаруды үйрендім. Ол кезде мен титтей аяғым мен иығым, сосын тісіммен заттарды алып үйренгендіктен бионикалық қол өмір сүруімді қиындатып жіберді. Ата-анам түңілгендей еді, ал менің өзіме деген сенімім күшейіп, көп нәрсені өзім істеуге ұмтылдым. Ата-анама тек алғыс айтумен болдым. Табандылық өз жемісін береді. Алғашқы эксперимент сәтсіз болғанымен, өмірімнің жақсы жаққа өзгеретініне сендім. Менің оптимистік көзқарасым мен өр рухым Lions Club қайырымдылық қорын жігерлендірді. Олар ем-домға және жаңа арба сатып алуға $200,000 қаржы жинады. Бұл қаржыға біз Торонто қаласындағы заманауи протездер жасалып жатқан балалар клиникасына келдік. Дәрігерлер ақылдаса келе протезді қолданғанымнан гөрі өз бетімше қимылдағаным дұрыс деп шешті. Ғалымдар мен өнертапқыштардың маған арнап жаңа протез ойлап табамыз дегенін де жігерлендірді. Бірақ өмірімді жақсы жаққа өзгертетін сондай керемет құрылғының шыққанын күтіп жүргенше, әр істі өз бетіме меңгере беруге бел байладым. Бүгінгі таңда кез келген көмекті, мейлі есікті ашып жіберу немесе суды алып беру болсын, қуана қабылдағаным мен бәрібір әр адам өз бақыты мен жетістігіне өзі жауапты деп санаймын. Достарыңыз бен туыстарыңыз қиын сәттерде қасыңызға келе алады. Көмектесемін деген ниеті мен тілегіне шын жүректен алғыс айтыңыз. Алайда өзіңізге үміт артыңыз. Сіз қаншалықты күш саласыз, соншалықты алдыңыздан мүмкіндіктер есігі ашылады. Кей кездері арманыңыз қол жетпестей болып көрінеді. Мұндай сәттерде үмітті үзіп жеңіле салуға болмайды. Талпынбайтындар ғана жеңіледі. Күндердің күнінде қалыпты адамдар секілді әртүрлі құралдарды қолданып, жүріп-жүгіріп кететініме сенемін. Бұл ғажап Құдайдың қалауымен және жердегі себепкерлері арқылы болады. Аяқ-қолды робототехника технологиясы өте жылдам қарқынмен дамып жатыр. Күндердің бір күнінде
жаңа протездер бұйыртса мені сау адамдай аяққа тұрғызады. Ал әзірше осы күніме Құдайға сансыз шүкірлік айтамын. Өткен күннің елесіндей көрінетін проблемалар шын мәнінде бізді шыңдай түседі. Бүгінгі мәселе сіз үшін ертеңгі артықшылық болатынына сеніңіз. Аяқ қолымның жоқтығының жақсы жақтарын көре білдім. Тілімді түсінбейтін адамдар бүгінгі келбетіме қарап-ақ үлкен қиындықтарды еңсергенімді бірден ұғады. Олар сөзімде жалғандық жоқ екенін жақсы біледі. Даналық тәжірибеден туады. Тыңдармандарымды жақсылықтан үміт үзбеуге шақырғанда өз тәжірибеме сүйенемін. Менің сөзіме сеніңіздер, ол барлық сынақтан өткен. Өмірімде үмітім үзілген сәтте болды. Бала күнімде қандай оптимист, табанды, өнертапқыш болуға тырыссам да, шамам келмейтін істерді ойлағанда жаман ойлар шырмап алатын. Кез келген бала секілді тоңазытқышты ашып балмұздақ қалып, оны ашып жей алмайтыныма қынжылатынмын. Тіпті жеу үшін де біреуден тамақтандыруын өтінуім қажет еді. Сол кезде әлде қайда маңызды сұраққа жауап іздей бастадым. Өзімді жақсы көретін әйелді таба аламын ба? Отбасымды қалай асыраймын, қалай қорғаймын? Мұндай сұрақтар көп адамды мазалайды. Бәлкім сіз де осыған ұқсас жайлар туралы ойланған боларсыз. Әлбетте, бұл қалыпты жағдай. Бәріміз болашағымыз жайлы ойлаймыз. Қалай болар екен деп елестетуге тырысамыз. Кейде жаман ой болашақ жайындағы жақсы қиялымыздың быт-шытын шығарып тығырыққа тірейді. Мен ең қиын сәттерде Құдайды еске аламын. Ондай сәттерде құлшылық жасап, медет тілеймін. Жаратқанның жар боларына сенемін. Ал құлшылық сол ойымды қуаттай түседі. Құлшылықтың көмегімен барлық жамандық жақсылыққа айналады. Оның қайырымды екенін білемін. Егер бір қиындыққа тап болсақ, демек жаратқанның өз жоспары бар. Біз оны дер кезінде түсіне алмай отырған шығармыз. Қандай жағдайда да мен Құдайдан күдер үзбеймін. Жақсы ой ойлаңыз. 11-ші туған күнім жақындап келе жатқан. Өмірімде күрделі өтпелі кезең басталды. Ми басқаша жұмыс істеп, гормондар да белсенді бөліне бастаған. Басқа ұл қыздар бір-бірімен кездесе бастады. Ал менің сыңарым да, сырласым да жоқ. Жапанда жалғыз жүргенде сезіндім. Қай қыз өзімен билей алмайтын, тіпті қолынан да ұстай алмайтын жігітпен кездескісі келеді. Сол бір кезде жанымды жегідей жеген қараңғы ойлардың санамды қалай тұмшалап алғанын байқамайда қалыппын. Бұл өте жиі қайталана бастады. Жаман ойлар түнгі уақытта басымды шырмап алып ұйықтатпайтын. Сізге де таныс сезім шығар. Ондай минуттарда тұтас әлем бүкіл салмағымен еңсеңізді басып алғандай күй кешесіз. Ауыр және қиын сынақтар тыныштығыңызды алып, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырады. Адам баласының бәрі бақытқа жете бермейді. Жыл 12 ай 100% бақытты болып жүретіндер де жоқ. Күйзеліс пен қайғы адамға тән қалыпты сезім. Әр сезімнің мақсаты бар. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, күңгірт көңіл күй өз жұмысына сыни көзқараспен қарауға мүмкіндік береді екен. Ондай сезім әсіресе есеп шығарып, салықты есептеп, мақала жазып отырғанда өте қажет. Сезіміңізді түсініп, бақылап отырғанда қайшылықты ойлар пайдалы болуы мүмкін. Егер сезіміңізге ерік берсеңіз, әрекеттеріңізді сезіміңіз басқарса, онда күйзеліске түсіп, теріс қылыққа бой алдыруыңыз әбден мүмкін. Ең бастысы, жағымсыз сезім мен күйзелістен сақтанған жөн. Жағымсыз ойлар жақындап қалғанын сезгеннен бастап, сіз оның ағынын тоқтата аласыз. Жағымсыз ойдың неден пайда болғанын анықтауға тырысып, себебімен күресіңіз. Құдай сөзі семсер, жаман ойлардың бәрін талқандайды. Семсер Құдайдың кітабы. Сонымен қаруланыңыз және сенім деген қалқанды қолға алыңыз. Сонда сізге қауіп-қатер жоламайды. Үмітсіздік тізбегі. Өтпелі кезең деп аталатын жасөспірім шағымда өзіңді бағалау мен қабылдау өте маңызды.
Сол бір уақытта мен сарыуайымға салындым. Өмірімдегі жамандық, жақсылықтарды көлегейлеп қалды. Үзіліп бара жатқан үміт жебінің нәзік ұшына жармастым. Жақсы өмір сүре аламын ба? Жұмыс таба аламын ба? Отбасым болады ма? Әлде жақындарыма өмір бойы масыл болып өтем бе? Үмітім үзілгенше ешкімге шағымданған емеспін. Сеніңіздер, үмітті жоғалту аяқ-қолдың болмауынан әлде қайда қиын. Егер қайғыға салынып, немесе күйзеліске душар болсаңыз, онда қиналыс дегеннің қандай болатынын білесіз. Үнемі ашуланып, қиналып қайғыратынмын. Басқалардың бәріне қиғаныңды маған неге бермедің деп Құдайға назаланатынмын. Мен не жасым? Аяқ-қол сұрап дұға етемін. Неге жауап бермейсің? Неге көмектеспейсің? Неге мені қинайсың? Құдай да, дәрігерлер де менің неге бұлай туғанымды түсіндіріп бере алған жоқ. Ғалымдар да ешнәрсе айта алмаған соң салым суға кетті. Егер күйімнің рухани һәм медициналық себептерін білсем, мен үшін өмірді қабылдау әлдеқайда жеңіл болар еді. Мұншалықты қиналмас едім. Кей кездері өзімді тым нашар сезініп, тіпті мектепке бармайтынмын. Бұрындары өзімді мүлде аямай, мүгедектігіммен әрдайым күресіп, жақсы өмір сүруге тырысып, басқа балалармен ойнауға асығатынмын. Табандылығым мен батылдылығым ата-анамды, ұстаздарымды, сыныптастарымды қатты таңғалдырған. Бірақ жүрегімнің түбінде зілдей болып қайғы жататын. Ешқашан сенімімді жоғалтпадым. Құлшылық етіп дұға жасайтынмын. Аяқ-қол сұрайтын едім. Тіпті бір қол, бір аяқ берсе, қанаттанып ұшып кетердей күйде жүрдім. Бірақ мен күткен ғажайып бола қоймады. Сөйтіп, сабырсыз күй кештім. Уақыт өте келе, осы жаратылысымның сырын ұға бастағандай болдым. Мені осылай жаратуының себебі күллі әлемге өзінің бар екенін көрсету деп ойладым. Сондағы жасаған дұғам: Құдайым, егер маған қол аяқ берсең, бүкіл әлемді аралап осы бір кереметті көрсетемін. Бүкіл әлем Құдайдың күшін сезетін болады. Хақ жолымен өмірімнің соңына дейін жүріп өтуге уәде бердім. Мынадай тағы бір дұғам есімде: Құдайым, сен мені осылай жаратып, кейіннен маған аяқ-қол беріп, адамдарға өз күшің мен махаббатыңды дәлелдейтініңді білемін. Бала күнімде Құдайдың бізбен әртүрлі тілде сөйлесетінін түсіндім. Оның жүрегіме ерекше сезім ұялату арқылы жауап беретінін сездім. Бірақ айналам тып-тыныш еді, ештеңе сезінбедім. Ата-анам сенің неге бұлай туғаныңды тек бір Құдай біледі дейтін. Құдайдан сұрадым, бірақ ол жауап бермеді. Жауабы жоқ сұрақтар мен дұғалар мені қатты қинады. Себебі Құдаймен байланысым тереңдеп кеткен болатын. Менің басқа да проблемаларым болды. Біз солтүстікке қарай 1000 миль жүріп, ешбір туысымыз жоқ Квинслендке көштік. Ата-әжемнен 26 жасар немере бауырымнан жырақтадым. Көшіп қону ата-анама да оңайға соқпады. Олардың қолдауы мен махаббатына қарамастан, туғандарыма масыл болдым деген жаман ой еңсемді басты да тұрды. Көзімді қалың тұман тұмшалап, алдымдағы жолды көре алмастай күйге түстім. Адамдарға қалай көмектесуді білмедім. Өзімді Құдайдың бұйрығымен пайда болған табиғаттың қателігі ретінде сезіндім. Ата-анам басқаша ойлауыма көмектесу үшін барын салды. Олар Інжілді оқып берді, шіркеуге апарды. Жексенбілік мектепте ұстаздар Құдайдың бәрімізді жақсы көретінін айтып жатты. Бірақ дертім мен қайғымнан қол үзіп кете алмадым. Дегенмен, менің өмірімде жақсы естеліктер де бар. Жексенбілік мектепте балалармен қосылып ән шырқайтынбыз. Мені қолдайтындар, мен жақсы көретіндер арасында шын жүректен ән айтатынмын. Сондай әндер жүрегіме тыныштық сыйлайтын. Құдайдың мені жақсы көретініне, қамқор болатынына сенуге барынша тырыссам да, жайсыз күйге түскенде жаман ойлар шырмап алатын. Ойын алаңында арбамда отырып былай ойлайтынмын: егер Құдай мені шынымен жақсы көрсе, неге маған басқалар секілді аяқ-қол бермеді? Неге мені басқалар секілді жаратпады? Осындай ойлар мазамды қашыратын. Өмірім қиын болады деген ой арбап, көңіліме кірбің түсіретін. Сезімдермен әрдайым күресетінмін. Құдай да құлшылығыма жауап бермеді. Бір күні ас үйдегі биік орындықта отырып, анамның тамақ дайындағанын бақыладым.
Анамды жақсы көретінмін, бірақ сол сәтте жаман ой келді. Анашыма ауыр жүк болғым келмеді. Биік орындықтан әдейі құлап кеткім келді. Құлаған кезде желкемнен түсіп, мойным үзіліп өлетіндей тәсіл ойластыра бастадым. Бірақ өзімді тежеп үлгердім. Егер өлмей аман қалсам, әрекетімді түсіндіруіме тура келеді. Өзіме қол жұмсау туралы ой мені шошытып жіберді. Анама осы сезім жайында айтуым керек еді, бірақ айта алмадым. Оны шошытқым келмеді. Мен әлі жас болатынмын. Жанашыр жандарымның арқасында ешқашан жалғыз қалған емеспін. Алайда оларға сезімдерімнің бәрін айта алмайтынмын. Мүмкіндіктерім мол болса да, оларды пайдаланбадым. Бұл ең басты қателігім болды. Егер жаман ой мен сезім жаулап алса, жалғыз күреспеңіз. Сізді жақсы көретін жандар қуана-қуана көмекке келеді. Олар әрдайым көмектесуге дайын тұрады. Егер ешкімге сенбейтін болсаңыз, мектептегі, жұмысыңыздағы психологқа барыңыз. Сіз жалғыз емессіз, мен де жалғыз емеспін. Мұны енді түсіндім. Енді сіздің де мен сияқты қателікке ұрынғаныңызды қаламаймын. Бірақ бір кездері мен үмітсіздік жаулап алды. Іштегі күйікті тежеу үшін өмірмен қош айтысуым керек деп шештім. Әкемнің өсиеті. Бір күні мектептен келген соң анамнан ваннаға су толтырып беруін сұрадым. Шомылдырып шығып бара жатқанда есікті жаба салыңызшы дедім. Басымды суға батырдым. Тағы да жаман ойлар санамды торлай бастады. Бәрін дұрыстап жоспарлап алуым керек болды. Егер Құдай мені осы қайғыдан құтқармаса, егер өмірімнің мәні болмаса, егер тек оқшау өмірмен жалғыздық үшін жаралған болсам, айналамдағылар үшін ауыр жүкпін. Менде болашақ жоқ. Осының бәріне нүкте қою керек. Бұдан бұрын да айтқанымдай, жүзуді үйренген кезде шалқалап жатып ауа жинап алатынмын. Енді дем алмай, өкпемнен ауаны шығарып тастап суға батпақ болдым. Дем алып қоймай шыдай аламын ба? Ауаны түгел шығарайын ба әлде жартысын ба? Ақыры етпетімнен суға жаттым. Саналы түрде дем алмадым. Кішкентайымнан жақсы жаттыққандықтан су астында ұзақ шыдай алатынмын. Бірақ демім таусылар кезде судан атып шықтым. Мен бұлай істей алмаймын. Бірақ қара түнек ой жоғалмады. Бұл өмірден кеткім келеді, жоғалып кеткім келеді. Тағы да демімді шығарып суға баттым. Су астында дем алмай 10 секунд қана шыдай алатын едім. Сондықтан санай бастадым. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Санап жатқанда мынадай сурет елестеді. Ата-анам мазарымда жылап отыр. 7 жасар інім арында кемсеңдейді. Барлығы көз жасын көл қылып, бұл біздің қателігіміз. Біз оның жағдайын жасай алмадық деп өздерін айыптап жатыр. Олардың өліміме өздерін өмір бойы кінәлап өткенін қаламадым. Мен эгоистпін. Тұрдым да терең тыныс алдым. Өзіме өзім қол сала алмадым, бірақ қайғым өте ауыр еді. Сол түні арынға 21-ге келгенде бұл дүниеден өз еркіммен кетемін дедім. Ол уақытта мектепті бітіремін. Мүмкін университетті де аяқтайтын шығармын. Бірақ ары қарай не боларын нақты білмедім. Басқа жігіттер секілді жұмысқа тұрып үйленемін деп ойламадым. Маған кім тұрмысқа шығуы мүмкін? Сондықтан 21 жас өмірлік жолымның соңы секілді көрінді. Оған дейін әлі уақыт бар еді. Бұл сөзіңді әкеме айтамын дедім. Ешкімге тіс жармауын ескертіп ұйқыға кеттім. Түнде оянып кетсем, төсегімде әкем отыр екен. Өз өзіңе қол жұмсау жайында айтып жүрген кім деп сұрады. Жылы, сабырлы үнмен болашақта бізді күтіп тұрған жақсылықтар туралы айтты. Саусағымен шашымды саллап отырды. Онысы жанымды жылытты. Біз әрдайым сенімен біргеміз. Бәрі жақсы болады. Соған уәде беремін деді әкем. Жылы сөйлеп, жақын тарту, кез келген, жаны қиналған, күйзелген балаға қажет үлкен қолдау. Сол сәтте әкемнің сөзі менің райымнан қайтуыма жеткілікті еді. Бірге жүріп, дұрыс жол табамыз деп мені сендірумен болды. Әр бала әкесіне сенгісі келеді. Бала үшін әкеден асқан беделді адам жоқ. Сол түні әкем маған нағыз қажет сөздерді айтты. Әкем мейірімді еді. Әрдайым қолдау көрсетіп, махаббатқа бөле алатын.
Өмірімнің қандай болатынын елестете алмадым, алайда әкемнің айтқан сөзі күш берді. Демек солай болады. Әке сөзінен кейін ұйқым тыныш болды. Одан кейінгі түндерім әрқилы өтіп жатты, бірақ әке сөзіне, ана сезіміне үлкен үміт арттым. Өмірімді елестеткенге дейін-ақ ата-анам үмітімді оятып қойған еді. Күдік пен үрей кезеңдері кезікті, бірақ бақытыма орай мұның бәрі артта қалды. Бүгінде кез келген адам секілді мұңаямын. Әйтсе де, бұрынғыдай жаман ой енді мені мазаламайды. Өткен күндерімді ойлап, сол бір ауыр сәттерді еске алғанымда, соның бәрінен аман алып шыққан Құдайға мыңда бір шүкіршілік айтамын. Үміт өмір өзегі. Мен 24 елге барып, үлкен сахналарда сөз сөйледім, дискілер шығардым. YouTube желісіндегі видеоларымды миллионнан аса адам көрген. Миллиондаған адамның үмітін оятқан бақытты жанмын. 10 жасымда өмірмен қош айтысқан болсам, қандай бақыттан айырылар едім, ойлаңызшы. Өз өмір тарихымды Үндістандағы 120 мың, Колумбиядағы 18 мың, Украинадағы 9 мың адамға жеткізе алмай қалар едім. Уақыт өте келе сол күні мені құтқарған өзім емес Құдай екенін түсіндім. Ол өмірімді терең мағыналы, қуанышты және бақытты етті. 10 жасар бала оны түсінбеген еді. Шалыспаса жаздаған қадамымды сіздерге қайталамаңыздар. Егер 1993 жылы суға батып өлсем, онда уақытша қиындықтарға нүкте қояр едім. Бірақ оның барлығы қандай болар еді? Көңілі құлазыған балақай Гавай аралдарында тасбақалармен бірге жүзіп жүрген, Калифорнияда серфингпен айналысып, Колумбияда дайвингпен шұғылданып жүрген бозбаланы елестете алмаған ғой. Көңіл көтеруді қоя тұрайық. Еш уақытта мыңдаған адамдардың өмірін өзгертпес едім. Мен Құдай мейірімінің кішкентай дәлелімін. Кез келген қаһарманды алыңыз. Көпшілігі қиындық көрген, түрмеде отырған, зорлыққа ұшыраған, өмірлеріне қауіп төнген. Тереза ана, Махатма Ганди, кіші Мартин Лютер Кинг бәрі де ауыр жолмен жүріп өтті. Бірақ әрқайсысы да өз арманына адал болған жандар. Сізді қиындықтар мен қайғы құрсауға алғанда, кез келген жағдайда таңдау бар екенін ойланыңыз. Егер көмек керек болса сұраңыз, жалғыз емессіз. Өзіңізді дамытып, арманыңызға жақындайтындай әрекет ете аласыз. Балалық шағым мен қазіргі күнімді салыстырыңыз. Сізді алда қандай қуаныштар мен жетістіктер күтіп тұрғанын кім білсін? Қанша адамға көмек беретініңізді, қанша адам үшін ғажайып жанға айналарыңызды кім біледі? Аяқ қолы жоқ менімен бірге болыңыз. Үмітті ақиқатқа айналдыру үшін менімен бірге болашаққа аттаныңыз. Сенім. Барша адам баласына қажет. Еш дәлелді талап етпейтін қуатты күш. Сенімсіз өмір сүре алмаймыз. Сенім жайлы көбіне адамдар дін тұрғысынан айтады. Бірақ өмірде сенім кез келген жағдайда да аса қажет. Діндармын, Құдайға сенемін. Өз көзіммен көрмесем де, оған қолымды тигізе алмасам да, оның барына жан-тәніммен сенемін және болашағымды Құдайға тапсырамын. Болашақта менің не күтіп тұрғанын білмеймін, алайда Құдайға сенгендіктен ертеңімді сол анықтайтынын білемін. Бұл сенімнің тек бір түрі. Мен көп нәрсеге сенемін, ғайып дүниенің барына да. Оттегінің барына және біздің өміріміз үшін ашса қажет екеніне кәміл сенемін. Көре алмаймын, ұстап сезіне алмаймын, алайда оның бары анық, себебі мен бармын. Тірі болсам, демек тыныс алып тұрмын, яғни оттегі де бар, дұрыс па? Тура сол сияқты сенім де ауадай қажет. Неге? Бар мәселе бәріміздің қиындыққа ұшырауымыз мүмкін екенінде. Кейде өмірімізде жол тауып шыға алмайтындай жағдайлар кезігеді. Міне сол кезде бізге сенім керек. Жақында Кети есімді әйелден хат алдым. Бір аяғының башпайлары жоқ, солай туылған екен. Бала күнінде емделіпті. Денсаулығына байланысты жұмыстан шығып қалған. 20 шақты операция жасатқан, жасы 30-да тұрмысқа шыққан. Осы жағдай неге өз басына түскені қатты ойландырып маза бермейтінін айтты.
Менің айтқандарымды тыңдап, жазбаларымды оқып, Кейти бұл сұраққа жауап бере алмайтынымызды және жай ғана Құдайға сену керектігін түсінгенін айтты. Құдай өз құдіретін уақыт өте көрсетеді. Оған дейін тек сену керек. Сізге шын жүректен ризамын. Енді сіз секілді Құдайдың сүйікті құлы екеніме сенемін. Күндердің бір күнінде сізбен жеке кездесіп құшақтап, менің жолымды ашып бергеніңіз үшін алғыс айтамын деп жазыпты. Кейти өзі көре алмайтын, түсіне алмайтын ғажайыпқа сенген сәттен бастап, бойына ерекше күш бітіп, үміт отын жақты. Сенім деген күш. Шешімін таба алмайтындай көрінетін мәселелерге душар боласыз. Оның шешімін іздеу барысында сенімге үміт артуға тура келеді. Жауабы табылады және қиын күндер артта қалады. Менің сіздерге сенім жайында айтып отырғанымның себебі жақсы күн келетініне толықтай сенген жөн. Нақты дәлелдей алмасам да, нық сеніммен айта аламын. Сеніммен өмір сүрсем, басқаларға қарағанда ақиқатқа әлдеқайда жақын боламын. Жыл сайын мыңдаған оқушылардың алдында сөз сөйлеймін. Әркез өзін көзбен көре алмайтын нәрсеге де сену қажеттігі жайында айтамын. Кейде балақайлар менен қорқып жатады. Неге екенін білмеймін. Бойым олармен бірдей ғой негізі. Сол кезде оларға өз жасыма сай еместігімді, тым кішкентай екенімді айтамын. Олар маған үйренгенше әзілдеп, біраз күлдіріп аламын. Тұрпатым оларды қорқытпайтындай болғанда, көп балаларға кішкентай аяғымның ұнап тұрғанын байқаймын. Олар аяғыма қадалып қарап, әңгіме қылып тұрады. Сол сәтте бірден өзімнің тауықтың табанындай аяғым жайында әзілдей бастаймын. Бұл теңеу оларды одан сайын күлдіреді. Қарындасым Мишель менен 6 жас кіші. Кішкене аяғымның тауық табанына ұқсайтынын ең алғаш сол байқаған еді. Отбасымызбен жиі саяхаттайтынбыз. Сол кезде мені Мишельді және Ааронды көліктің артына отырғызып қоятын. Көптеген еркектер секілді әкем жолда тоқтағанды ұнатпайтын. Қарнымыз ашқанда анам мен әкеме білдіру үшін жыбырлай бастайтынбыз. Үлкендер сонда назар аудармаса, әдейі қылжақбастанып, бір-бірімізді жеп қоятындай түр танытатынбыз. Сондай саяхаттың бірінде Мишель әзілдеп кішкентай аяғымды жегісі келіп тұрғанын, себебі оның тауықтың табанына ұқсайтынын айтты. Оның сөзіне сол кезде күлдік, кейін естен шығып кеткен болатын. Бірақ бірнеше жылдан кейін Мишель үйге күшік алып келді. Мен отырсам, ол кішкентай аяғымды тістегісі келетін. Оны қуып жіберсем де қайта-қайта келе беретін. Көрдің бе, деді Мишель, сенің аяғыңның тауықтың табанына ұқсайтынын тіпті күшік те біледі. Бұл әзіл маған ұнады. Сол кезден бастап мектеп оқушыларына осы әзілді айтып беремін. Оларды кішкентай аяғымды көрсетіп, менде біреу ғана ма деп сұраймын. Бұл сұрақ әдетте оларды қатты шатыстырады. Олар тек біреуін көріп тұр. Негізінде екеу болу керек қой. Балалардың көбі көзі көргенге сеніп біреу дейді. Сонда мен оларға оң жағымдағы одан да кішкентай аяғымды көрсетемін. Ол әдетте көзге көріне бермейді. Кейде оны қимылдатып, оқушыларды біраз шошытып аламын. Олар қаша бастайды. Балалардың табиғаты өте қызық, көзбен көрмесе сенбейді. Одан соң дәл сіздерді сендірген секілді оларды да шексіз мүмкіндіктер күтіп тұрғанына сендіре бастаймын. Ең бастысы, қиындыққа мойымау, ең қиын сәттерде де алға жылжу. Өміріңіз тек көре алатын ғана емес, елестете алатын да дүниеден тұратынын ұмытпаңыз. Нақ осы сезім сенім деп аталады. Менің қиялым Құдайдан, оған сенемін. Аяқ қолсақ өмірімді көркейте алатыныма толық сенімдімін. Мүмкін емес дегенге сенбеңіз. Бәрі мүмкін. Арманыңызға жету үшін қолыңыздан келгеннің бәрін істесеңіз, еңбегіңіз еш кетпейтініне сенімді болыңыз. Кейде сеніміміз, еңбегіміз жемісін бергенге дейін ақ шындыққа айналып жатады. Бұған 2009 жылы Колумбияға барғанда көзім жетті. 10 күн ішінде 10 қалада кездесу өткізуім керек еді. Уақыт тығыз, ал жол тым ұзақ болған соң ұйымдастырушылар үлгеру үшін шағын бір ұшақты арнайы дайындап қойған. 8 адам едік. Оның екеуі ұшқыш, екеуінің де есімі Мигель. Екеуі де ағылшынша мүлде түсінбейді. Бірде ұшып бара жатқан кезімізде
борт компьютерінің ағылшын тілінде сақтан дегенін естідік. Компьютер биікті анықтаған кезде құлап бара жатқанымыз белгілі болды. 600 фут, 500 фут, 400 фут. Компьютер ұшқыштарға белгі беріп жатты. Онша қорықпадық, бірақ салондағы атмосфера өзгеріп кетті. Көмекшімнен компьютерлерді бірінші мегелден екінші мегел жаққа ауыстыруға болмас па екен деп сұрадым. Көмекшім ұшқыштар құлап бара жатқанымызды білмейді дейсің бе деп сұрады. Не айтарымды білмедім. Уайымдамауға тырысып, бақытымызға орай аман-есен қондық. Кейінірек аудармашылардың бірі ұшқыштарға компьютердің ескерткені жайлы айтқанда олар күліп жіберді. Компьютердің не дегенін түсіндік деді екінші мегел. Бірақ қонар кезде біз ондай ескертуге назар аудармаймыз. Ұшқыштарға сеніңіз, Ник. Иә, мойындаймын. Дәл сол сәтте ұшқыштарға деген сенімім нық емес еді. Әшейінде Құдай мені үнемі көріп тұрады. Мен үнемі Құдайдың назарындамын дегенге шексіз сенетінмін. Сенімімнің құдіретін түсіндіру үшін айтайын. Менің шкафымда 2 пар бәтеңке тұр. Күндердің күнінде сол бәтеңкені киіп серуенге шығатыныма шын жүректен сенемін. Бәлкім арманым орындалып та қалар, орындалмайтын да болар. Бірақ мүмкін екеніне сенемін. Егер жарқын болашақты елестете алсаңыз, ендеше сенуіңізге болады. Сеніміңіз болса, арманға жете аласыз. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз. Бала кезімде депрессияға түссем де, физикалық жағынан қиналған емеспін. Қол аяғым болмаса да, дәл қазіргедей қызық та бақытты өмір сүргім келетін. Ол кезде көзім көргенге ғана сенетінмін, мүмкіндіктерімді көрмейтінмін, өзімді шектеуге бейім едім. Мұндай шектеу әрбіріміздің бойымызда бар екен. Ешқашан баскетболдың жұлдызы бола алмайтынымды білемін. Әйтсе де, онда тұрған ештеңе жоқ. Есесіне адамдарды жігерлендіре аламын. Осы саланың жұлдызы бола аламын. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз. Қолыңыздан бәрі келетініндей болыңыз. Қанша азап қайғы шегіп жүрсеңіз де, өміріңіз кенеттен күрт өзгеруі әбден мүмкін. Ғажапқа толы мұндай өзгеріс дәл қазір болмауы да мүмкін. Кейде тіпті ғажап өзгерісті елестете де алмайсыз. Бірақ сеніңіз, бәрі жақсы болады. Кейде жеңілістің өзі жеңіске жетелейді. Егер жазбаны соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған Перизат Султан. Әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сау болыңыз.